Сәлем достар, қалайсыздар? Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Мен әзірге тек қана үйдегі болып жатырған жағдайларымды, үйде жасап жүрген тамақтарымды ғана салып жүрмін. Бұйыртса Алла қаласа алдағы уақытта менен әдемі косметикаларды күтіңіздер. Менің каналымнан әдемі сырғаларды күтіңіздер. Менің каналымнан әдемі тырнақтарды күтіңіздер. Сын шақтарда қалған жоқ жігін құлап, жаныма ана сенің жырың қуап. Бүгін менің Ақтөбеден бөле әпкем келетін болды. Сол себепті де мен самса пісірейін, дастархан жайын деп шештім. Соның өзінде кішкентай бөпем жылап, үлкенім садикте болған еді. Жылап, көтеріп, онымен ән айтып жүріп, әйтеуір әрең деген кезде самсамды істедім. Қазірдің өзінде қасымда отыр бөпем. Бөпем тіс шығып жатыр ғой. Сонымен күндіздің температура, сонымен жылайды, ыңырсиды. Самсаны 3 бұрыш қылып жасағаннан гөрі маған осылай жасаған ұнайды. Мен енді профессионал емеспін, сондықтан дастарханға қоюға осы әдемірек көрінеді. Әні басталды.